қалай? Сен қашан мұнайға келіп үлгердің? Сен мені тастап кеткен соң мен досымды шақырдым. Мен негізінде сені тастамадым. Мен просто тұғылмаша ойнағым келген ғой. Мен сені іздеп жатыр деп ойладым просто. Ана қыз қайдан шықты? Бұл менің досым. Wednesday? Ағынан құтыла алмай айтқан кезде қара шыққан ес. Толы бір еще одна проблема. Қуаныштым. Ай. Кетті крик. Кіріңдер. Wednesday. Ана. Не де болса, осы жақтан шаруамды бітіріп кетейін. Бір атала осы жақтан қамап шығамын. Ой, Wednesday. Инет қайда? Мен оны улап тастағанмын. Не дейсің? Мен инетті улап тастағанмын. Улап? Соның арқасында мен күле аламын. Бірақ Wednesday басқаша сияқты еді ғой деп қоямын. Бірақ менде екінші улайтын адам бар. Маған қарамаңдар олай. Жоқ. Мен уламайын. Уламаңдар мені. Жоқ, керек емес. Жоқ, мені уламаңдар. Мен сендердің достарымын ғой. Мен жаңа Аннабельді күшті қылып ойнаттым. Енді үшеуміз командная игра ойнаймыз, е? Командная работа несі? Орыс тілдегі упражнение есіме түсіп кетті ғой. Командная игра деген ғой. Қазір қандай ойнаймыз? Сендерге қандай ойын ұнайды? Бірақ бұлардан не ойнайтынымды сұрасам. Бір түрлі іш пыстыратын ойын айтады ғой. Лучше өздеріне өзім ұйымдастырып бермеймін ба ойындарды? Аққушты ойнайықшы. Бірақ оларға қызық емес, өзімнің де ішім пысатын ойын ғой. Құрсыншы, куклаларға бірдеңе ұнайды дейін ба? Отырыңдар, біз аққу ұшты ойнаймыз. Ол қандай ойын? Отан, түсіндіремін. Мен аққу деймін, сен ұшты дейсің. Сен сағат неше болды? Мысалы, короче, ойнай беріңдерші. Аққу Анламайды. жоқ. Біз бірінші осылай ойнаймыз, қараңдар. Аққу ұшты де. Давай, кел. Ұшты де. Нервім шыдамайды мыналарға. Ұшты де. Қызық соңында болады. Былай істеңдер. Нағарға ешқандай ойын жақпайтын болды. Оларға игра в кальмара ойнатқызайын. Мен тупой, неге аққу ұшты ойнатқызып жатырмын. Олардың ойнамайтынын білем ғой. Так, давайте онда кукла-коти ойнатқызайын. Куклалар, менде сендерге күшті ойын бар. Игра в кальмараны білесіңдер ма? Игра в кальмара. Соны ойнайтын боламыз. Мен кукла боламын. Тұрыңдар. Жай жүретін боласыңдар. Сабыр. Мына жаққа тұрасыңдар. Сен сіңілдерің емес. Мыналар бұл ойынды чота білетін сияқты. Ешқайсысы қозғалмайды ғой. Так, даже бұл действовать етпей ма? Өзімнің специальный методым бар еді, даже оларға действовать етпейді. Не болса, бұларды шаршату керек қой маған. Так, значит, оларға бір күшті методымды қолданамын.
Ой. Айтпақшы бұлар кукла екен ғой. Бұлар ештеңкені қозғалта алмайды. Мен бұларға қазақтың ойындарын көрсетейін. Куклалар, бұл ойынды ойнамаймыз. Қызық ойын. Бұл ойын сендерге сай емес. Қазір біз 5 асық ойнаймыз. Қандай ойын? Міне, короче, бізде осындай 5 асық бар. Оны қазір битеміз. Битеміз и болды. Түсіндіңдер ма? Мен жынды. Бұларға неге жаңадан бері түсіндіреді? Айтпақшы, бұлармен кукла тілінде сөйлесу еткен ғой. Игрок кальмара білесіңдер ма? Иә. Шестиногий пенал, ручка, шестиногий пеналог бар. Әйтеуір соны білесіңдер ма? Иә. Соның ішіндегі конги деген сияқты ойын. Иә. Қызыл, сары, жасыл, көк и фиолетовый 5 түс болады. Бұл дәл сондай, бірақ оның қазақша версиясы. Түсіндіңдер ма? Қазір маған менің ойнағаныма қарап отырасыңдар. Бірінші бұлай бастаймыз. Бұндай болса ештеңе кетпейді. Балдан да гипноз жүріпті ғой. Деп істейсіңдер. Енді екеуден. Міне, енді қайтадан бастаймыз. В общем, тағы бір рет. Міне. Гипноз жүріп жатыр. Басына қалдырамыз. Болды. Наконец-то. Жатқыздым. Мен куклалардың психбольницасына звондап қоямын. Қазір әкету керек. Шаршап кетті. Психбольницалар өздері алып кетеді. Ал мен ұйықтаймын. Аманда, Линда, не справились? Теперь будем ждать Роуз. Достар, сіздерге кімнің рөлі ұнады? Наршақтың ба, или Асылназдың ба? Аннабель или Роуз? Комментарийға жазып кетіңіздер. Кімнің рөлі загадочный и қорқынышты болды. Достар, біздің видеоларды қолдап кетіңіздер. Сіздерді қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.